Мой друг работает в МВД. Шейх, нужно ли нам его сторониться? То есть не дружить с ним, решив для себя, что он кафир. Надо ему объяснить. И сказать, это является харамом, запретным. Призывать его к исламу. Оставить это куфру, оставить это тағутская работа. Кастецкийдің бұл ойы қалай сізге? Кейбір тұлғалар өзінің анық дұрыс емес пікірін осылайша дін арқылы пайдалануда. Ішкі істер министрлігінде қорғау, әскери қызметте жұмыс істеу харам деп ойлау бұл шариғатты дұрыс түсінбеудің нәтижесі. Ислам діні әділдік пен қауіпсіздікті көздейді. Ал аталған мамандық иелері дәл осы қауіпсіздіктің, тыныштықтың кепілі. Бұл ауыр жауапкершілігі мол қызметтер қоғамның тәртібін сақтай отырып, елімізді қорғап, қылмыспен күреседі. Егер біз Кастецкийдің бұл ойын қолдайтын болсақ, қаншама жұмысты жоққа шығарып, қысқаша айтқанда бұл сала қызметкерлерінсіз күнделікті өмірді елестету мүмкін емес. Жалған уағыз қоғамда адастырады. Бізге тәртіп сақшылары керек. Олар болмаса, біз бейбіт өмір сүре алмаймыз. Сондықтан сала мамандарының қызметін қаралау, дінді де, елді де бұзу.